Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі тақырып өз ойыным Scratch бағдарламасында жоба құру. Әуелі берілгеніне қарап алайық. Жобаның мақсаты спрайттарды құру арқылы ойын жасау, өз ойынымыздың скриптісін құру, қажетті фон, анимация жасау. Бірінші тапсырма: суреттегідей фонды таңдаймыз, өз ойынның сценарийіне сәйкес келетін спрайттар таңдаймыз. Бұл жерде аквалангист және балық шаян бар. Екінші тапсырма: аквалангист балықтарды жинауы тиіс. Егер балықты ұстап алса, балық сахнада көрінбей кетуі керек. Бұл жерде аквалангисттің скриптісі міне. Және әрбір балық спрайтына төмендегідей скрипті құр. Бұл әрбір балықтың скриптісі. Және үшінші тапсырма: аквалангист теңіз шаянына тиген кезде өзі сахнада көрінбей қалатын программа құр. Олай болса, әрі қарай жобамызды жалғастырайық. Scratch бағдарламасын ашамыз. Керек емес спрайттың оң жағын басып, жою батырмасын басамыз. Және фонды таңдаймыз. Суасты әлемі. Мына фонды таңдайық. Жақсы батырмасын басамыз. Біздің фонымыз таңдалды. Және спрайтты таңдауымыз керек. Ол үшін мына белгішеге басамыз. Және суасты әлемі дегенді басамыз. Shift-ті басып отырып, тінтуірді керекті спрайттардың үстіне басып, белгілеп аламыз. Және жақсы батырмасын басамыз. Міне біздің кейіпкерлеріміз таңдалды. Енді бұл кейіпкерлерді кішірейту үшін костюмдер батырмасын басып, кішірейтіп алайық. Біз енді балығымызды таңдадық, шаянымызды таңдауымыз керек. Жануарларға барамыз, шаянның үстін басамыз, жақсы батырмасын басамыз. Бұл шаянды да өзімізге қажетті деңгейді кішірейтіп алайық. Біз безендіріп болдық, енді әрқайсысына скриптісін орналастыруымыз керек. Оқиғаларды басамыз. Басылған кездені блогын таңдаймыз. Басқару бөлімін таңдаймыз. Бұл жерде әрқашан циклын таңдаймыз. Және қозғалысқа барамыз. «30 қадам жылжу». Шет жақта орналасса итерілу. Шет жаққа тірелген кезде айналыс жасау керек. Одан кейін солға, оңға. 1 секунд күту. Біздің аквалангисттің скриптісі дайын болды. Келесі балықтарға құрамыз. Басылған кезде басқарудан әрқашан циклын таңдаймыз. Шарт қоямыз. Сенсорларға барамыз. Енді бұл жерде тінтуір көрсеткішіне деген жерге аквалангисті белгілеп кетеміз. Бұл тиген кезде біздің балығымыз көрінбей қалу үшін. Келбетке барамыз. Жасыру таңдаймыз. Басқаруға барып, 1 секунд күту. Міне біздің балыққа арналған скриптіміз дайын болды. Енді тінтуірмен белгілеп, қысып ұстап, әрбір балыққа салып шығамыз. Бізде әрбір балыққа скрипті дайын болды. Келесі тапсырма: аквалангистіміз шаянға тиген кезде аквалангистіміз көрінбей кету керек. Ол үшін не істейміз? Балыққа құрылған скриптілерді көшірмесін аквалангистке саламыз. Скриптіміз дайын болды. Енді бұл жерде шаянды белгілеп кетеміз. Міне краб деп тұр. Жобамыз дайын болды. Енді іске қосу жасыл батырмасын басамыз. Міне біздің бағдарламамыз орындалып келе жатыр. Балықтарды жинап жатыр біздің аквалангистіміз. Енді кері қарай бұрылады. Және бұл шаянға тиген кезде біздің аквалангистіміз көрінбей кету керек. Міне балалар, дәл осылай өздеріңде жасап көріңдер. Біздің бағдарламамыз, жобамыз дайын болды.